Бәріңізге ассалаумағалейкум. Нұрлан Ахметов өлді. Айсұлтан Назарбаев өлді. Екеуінің де қазасы жұмбақ күйді. Кім ашып, кім айқындап береді? Дариғамен өлтіріп кетпекші деген Айсұлтанның сөзі қаншалықты рас. Нұрланды неге қорғай алмадық? Шешендердің иттігіне төрелік айта алмаған атжалмандар туралы не дейміз? Бұл туралы сұмдық ақпараттарды сізге білген дұрыс. Алдыңғы күні ғана төбемізден жай түскендей болды. Бір түнде Қазақстанға танымал екі адамнан айырылдық. Қазалары жұмбақ күйінде қалып келе жатыр. Нұрланның 9 жерінен пышақталғанын, ал оны өлтіргендер әлі іздестіріліп жатқанын ескерсек, Айсұлтанның аяқасты Лондон төрінде жүрек талмасынан о дүниеге аттанғанын аңғарсақ, шешімдері жұмбақ болады да қалады. Орда бұзар 30 жастың өтіне жеткенде Айсұлтан Назарбаев бақилық болды. Неден? Жүрек талмасынан. Иманды болсын. Бірақ оған қайғырып, қан жұтып отырғандар жоқ. Есебі түгел олардың. Бүйрегі түсіп, бауыр езіліп қалған жоқ. Ең өкініштісі жұмбақ қаза. Әкесі марқұм Рахат Әлиев те шет мемлекеттің шекарасында жүріп көз жұмған еді. Мінеки бүгін баласында да ит өлім. Анасы Дариға Назарбаева болса әлеуметтік желіде былай деп жазба қалдырыпты. Біздің отбасымыз сүйікті Айсұлтанымыздың дүниеден озғанына байланысты сарыла қайғыруда. Осы қаралы кезеңде халайық бұл орны толмас қазаға қатысты түсінігі мен әдептілігін танытады деп сенеміз деген еді. Естеріңізде ме? Бұрын Британияда полиция қызметкеріне шабуыл жасады деп айыпталған Назарбаевтың немересі Айсұлтан отбасын өзіне қарсы зорлық-зомбылық жасады және заңсыз қамауда деп айыптап, елден саяси баспана сұраған еді ғой. Марқұм өз сөзінде, мен Британиядан саяси баспана іздеп жүрмін. Соңғы 5 жылым тек қана сұрқай күндерден тұрады. Адамдар шынымен не болғанын және не үшін екенін білетін кез келді деп жазады Фейсбукта. Айсұлтан Назарбаев өз жазбасында отбасындағы қиын жағдайлар туралы былай дейді. Бұл жол олар мені ұстап алып, психотроптық заттармен күштеп айдап әкетті және мені емделу курсын өтеді деген сылтаумен соңғы 14 айым өткен түрмеде шірітуге жіберді. Менің құқығым бұзылып, Нұрсұлтан Назарбаев менен кек алғысы келген анамның қолына берді. Менің Мәскеудегі Орел қаласы маңындағы заңсыз түрмеде отырғанымда 12 айда түрмеге маған анам келді. Ол менен кішіпейілділік көріп тұрмағанын айтты. Соңында мен осы түрмеде қалдым. Мен ол түрмеде оған толықтай мойын ұсынғанша отыратын болдым. 14 айдың ішінде мен тек ашуланшақтық пен кек сезімінен аман қалдым. Әлнұр Мұсаевтың арқасында Ресейдің арнайы қызметтері мені сол жерден шығарды. Менің қайнатам, кезінде мен көмектескен Қайрат Боранбаев та менен бас тартты деп жазба қалдырып кеткен еді. Ол олма. Соңғы жазбаларының бірінде маған туған анамның қауіпі төніп тұр. Оны түсіндіру үшін және анамның көп жылдар бойы немен айналысатынын айтып беру үшін өте көп уақыт керек деген еді. Сол кездегі онымен телефон арқылы байланыста болған журналистер телефонның үзіліп, келесі қоңырауларға жауап берілмей қалғандығында айтқан еді. Жұмырбасым Айсұлтанды жүрек талмасынан өлді деп емес, қастандықпен өлтірді деген пәтуаға бойсына береді. Бәлкім солай шығар, бәлкім олай емес шығар. Әлде тірі ме? Ал сіздер қалай ойлайсыздар көзқарақты көрерменді? Тағы да қастандық. 4-ші рет. Жоқ тіпті 5-ші рет. Нұрлан бауырымызды қаумалап жүрген қарақшы қанішерлер ақырында қақпанына түсіріп тынды. 9 жерінен пышақтап пұшпағын шығарды. Кімдер? Шешендер ме? Бәлкім солай. Өлтіріп тынды не болса да. Бұған дейінгі ұйымдастырылған 4 қастандық та сәтсіз аяқталған еді. Марқұм Нұрлан Ахметов бауырымыздың өзі бір кездері пистолетпен келіп атып жатыр, автоматпен келіп атып жатыр, жарылғыш зат қойып жатыр. Енді бір күні танкімен келіп таптап кеткенше жататын шығармыз осында. Қашан келіп өлтіріп кетеді екен деп айтқан еді. Оған жасалған тағы бір қастандықты марқұмның өзі былай сипаттап берген еді. Менде жұмыс істейтін бір жігіт болған. Соған машинамды оталдыр деп кілтімді бердім. Ол оталдыруға түскен. Сол кезде дөңгелекте жіп тұрғанын көрген. Тартқанында сол мезет жарылған ғой деп ағынан жарылып, сол кездегі құқық қорғау органдарына қатты қапалы екенін жеткізген еді. Ал тілші Олжас Нұржақып болса, марқұм Нұрланның сол кездегі айтуына қарағанда бұл Ахметовтар жанұясына қасақана жасалған алғашқы әрекет емес,
2010 жылы інісіне тапаншадан оқ атылса, 2012 жылы көлікпен келе жатқан жерінен өзіне автоматтан оқ жаудырған. Бірақ екісі де ашылмапты. Жабулы қазан қақпағын араға 3,5 жыл салып, жарылғыш затты қайта қозғады. Кәсіпкердің өзі ешкімде кеткен есем жоқ дейді. Ал ауыл тұрғындарынан сол кезден бері маза қашқан. Жанымды ауыртатын бұл емес, мынау. Қазақ бір жақтан қаңғып келген жоқ. Ата бабасынан қалған ата жұртында. Құдайдың өзі екшеп берген жерінде отырып, ешкімге кірмемес. Өздігінен өзге ұлтқа қорлық көрсетіп соқтығып та жатқан жоқ. Бірақ сол қазақ өз қанынан таяқ жеп әлімжеттік көріп, бейбіт күнде қамауға алынып түрмеге түскенін өз қазағы тепкілеп өлтіргеніне үнсіз егіліп, көмейіне кептелген ащы өксігін үнсіз жұтып отырғанда өзге неге қазақты басынады? Неге басындырамыз? Өлмелі шалдың да құнын сұрауға міндеттедік қой. Арыстай азаматтың өмірін қапыда қиғанған неге селт етпейміз? Ата бабамыздың батыр болғанын мақтаныш көріп, көгезөленіп көпіргенде алдымызға жан салмай келіп, енді неге мылқаудың күйін кешіп, таскерен боп қалдық? Өз үйінде отырған адам өзін өзі 3 рет атқанда көтерілуіміз керек еді. Жоқ, кедейін нан тапсам, байы түссем деп жатты. Өлген өлмегенін тексеріп, атқан 3 оқты бір адамға көп көріп, әлгі қателікті де оп-оңай түзей салып, келесісінде 3 адамды атып тастап, жотаға лақтырып кеткенде өре түрегелуіміз керек еді ғой. Қайдағы? Неміз бар? Өлсе қазағымен қосып орсыда жер жастаныпты, түк етпейді дегендей мелшидік. Ұйғырдың еркегі қызымызды зорлап қатын жасады. Шешенде солай иен тегін жерін таптап жүрген соң қазақтың ұлын да, қызын да қорлай беруге болатындай құтырды. Құшағыңды ашып төріңді сұнғаның аздай, ассамблея жасап миллиардтап ақша шашқан соң олар тайраңдамай кім тайраңдасын? Бірақ өз жеріңде өзге ұлттың есер соғы қазағын бауыздап жатқанда бұл қазақтың зиялысы неге үнсіз, неге соқыр, неге керең? Әр қазақ менің жалғызым деп сайрайды тағы. Шатқан сөз. Әр қазақ жалғызың болса неге Әсия Төлесібе жайлы бір депутат қазақ бір ауыз сөз айтуға жарамайды? Қазақстан Халық Ассамблеясы неге үнсіз? Қазақтан ең алдымен тобыр жасаған, сол жолда аянбай еңбек еткен эстраданың беті жылтыр ерке ұрғаш әншілері мен сайқымазақ сақшылары. Кешке дейін солардың ішкенімен кигенін көрсетіп, арзан сөзбен арсыз күлкіні тыңдап, есер әннің жетегіне меңдуана жегендей бас айналған көрермен тобырға айналмай қайтсын. Ал тобырды басқару оңай. Тобырда қайраткерлік танытар мінез болушы ма еді? Алматының дәл іргесінде естуімше өз үйінің ауласында қазақтың жігітін бауыздап өлтіріп кетті. Тобырға бәрібір шығар. Бірақ сылбыр сөзбен ел алдына шығып шешенсіп ақыл айтып, эфир арқылы халқым деп емеше сезілі көсемсейтін беті жылтыр әншілер неге мәудемейді мұндайда? Мен шалбар киген, қатыны бала туса пәлем мәрте әке болғанын мақтанып көрсететін еркек әншілерді айтып отырмын. Ердің құны обалы мен қаны осындайлардың мойнында. Көп бұлжырап қайтем, қызметіне бола намысын өлтіріп, атақ марапатқа бола жігерін жерлеп тастаған бүгінде қазақтың жігіттері. Ез болмаса, өз жерінде қанын теспей сорып отырған Қазақстан Халық Ассамблеясының мейірімде батаған салпыншағын алып, соған мақтанама. Кімге кім көрсетіп жатыр мейірімді? Топбастар серке жоқ, соған ұқсасы мансаппен лауазымға сатылған. Атақ марапаттың жолында өлуге дайын. Шенді шекпендінің артын сүртер дәрет қағазы болуды мәртебе санайды. 90 түрлі ұлт қазақ көрсеткен кісілікті мейірім ғып итке сүйек лақтырғандай таратып, жон арқадан пышақ салса да қазақтың жігіттері мақау, намыссыз, езгі айналған. Анау Нұрлан деген жігіттің өлімі арқылы соған көзім жетті. Иманды болсын есілер. Оның өліміне мен, сен, бәріміз, ез қазақ, намыссыз ұлт кінәліміз. Анаң кешірсін бізді. Албан аузын ашпайды, адайы алыста, найманың қайда, басқасы қайда? 300-дің атқа мінерлері ішін босатып отыр осылай. Бөріден бөлтіріп қана туады, және ол көкжалға айналмай қоймайды. Құдай арлан жігіттің ұрпағын аман қылсын. Өзгеде кеткен кекті солар қайтарар бәлкім. Өлімді бай, немесе кедей деп бөлме, әруақты алалама. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, құрастырып жазған Бағжан Бақберген ұлы. Сіз үшін білген дұрыс.